Бүгін Сарыөзек гарнизонында орналасқан 12-740 әскери бөлімімен ашық есік күні ұйымдастырылды. Оған бізде Сарыөзек гарнизонының орта мектебінің 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар оқушыларымен күнделікті сарбаздардың айналысатын іс-әрекеттерімен таныстырудамыз. Ашық есік күні біздің мақсатымыз мектеп қабырғасындағы жас буынның отанға деген патриоттық сезімін арттыру, сондай-ақ біз қолданатын әскери қару түрлері мен күнделікті сарбаздардың тамақ ішетін асханасымен көрсету, таныстыру және білімдерін арттыру мақсатында. Бұл жерде өздеріңіз көріп отқандай оқушылар үшін қару-жарақ түрлері, әскери техникалар мен сондай-ақ казарма үй-жайларындағы қай жерде жататын орындары, сабақ оқитын орындары, спортпен айналысатын жерлері, сондай-ақ асханадағы тамақ ішетін жерлермен таныстырудамыз. Әр азамат отбасын қорғау керек және отанын қорғау керек. Бұдан кейін әр азамат өз отанына келіп, отанына адал қызмет атқарады деген ойдамыз.